Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда өте дәмді қысқа арналған қытырлақ қырыққабат жасайтын боламыз. Осындай қызанақтың суында жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады және аз уақытта дайын болады. Және түсі де осындай тәбет ашарлық, дәмді әрі әдемі көрінетін болады. Енді осыны сіздерге қалай жасалатынын көрсететін болайын. Бізге керегі укроп, сарымсақ, лавр жапырақ және қара түйір, қара бұршақ. Енді осы банкының жоғарғы жағына мен осындай ұсақ қызанақтар салатын боламын. Ал ірілерін мен ет тартқыштан өткізетін боламын. Және осы қырыққабатымызды банкының аузына сиятындай етіп, жіңішкелеп, тура болатын боламыз дайындап. Мінекей, қырыққабатты осындай етіп жіңішкелеп турап алдым. Ал болгар бұрыштарын осылай 4-ке 2-ге дәнінен тазалап дайындап алдым. Қырыққабат пен болгар бұрышы дайын. Енді осы қызанақтың біз согын дайындауымыз керек. Оны ет тартқыштан толықтай өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болдық. Қызанақтың енді банкілерімізді жақсылап жуылған стерилдеуіміз керек. Мен осындай шайнекте 5-10 минуттай стерилдеп алатын боламын, булап. Ал қақпақтарын 5 минуттай қайнатып аламын. Және осы қызанақтың газға қойып, бір қайнағаннан кейін осылай көбігін алып 20 минуттай қайнатып алатын боламыз орташа отта. Осы қызанағымыз қайнап дайын болғанша біз стерилденген банкілерімізге көкөністерімізді салатын боламыз. Мінекей ыстықтай стерилденген банкіміздің түбіне укропты салатын боламын. 2 сарымсақ, 2 лавр жапырағы және 5-6 түйір қара бұрышты салатын боламын. Және болгар бұрышын салып, үстіне енді қырыққабатты салатын боламыз. Қатты нығыздамаңыздар, орташа көлемдікте салуымыз керек. Қырыққабатты барлығын салып шығатын боламыз. Енді осының бір жанына тағы да болгар бұрышын салатын боламын. Барлығын жақсылап реттестіріп салыңыздар және қатты тығыздамаңыздар. Енді осы банкінің бетіне мен осы ұсақ қызанақтарды салатын боламын. Бұл міндетті емес, тек осы қырыққабаттан жасасаңыздар да болады. Мінекей барлық банкілеріме бөліп салдым. Менде банкілердің көлемі 2 литрлық. Енді осы дайындалған банкілеріміздің үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минут өткеннен кейін бұл банкідегі суларымызды төгіп тастайтын боламыз. Бұл су бізге қажет емес. Құрметті көрермен, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып тіркеле кетіңіз. Және осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Мінекей банкының суын барлығын төгіп тастайтын боламыз. Енді осыған дәмдеуіштерін салатын боламыз енді. 2 литрлық банкіге 1,5 ас қасық қант саламын. Және де үлкен ас қасықпен 1,5 қасық тұз салатын боламын. Егерде тұздырақ болған қаласаңыздар, 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант салсаңыздар да болады. Енді осының үстіне 2 литрлық банкіге 2 аспириннан салып шығатын боламын. Бұл банкіміздің бізде атылмай жақсы тұруына көмегін береді. Енді осының үстіне қайнап тұрған қызанақтың согын құятын боламыз. Қызанағымыз осылай қою болғандықтан кішкене ақырындап баяулап құйылатын болады. Сондықтан банкімізді осылай мен дәл видеода көрсеткендей етіп қозғап жіберіңіздер.
Сонда соғы құйылмаған жерлердің барлығына тегістей болып құйылатын болады. Мінекей барлық банкілерімізге өстіп қызанақтың соғын құятын боламыз. Барлығын дайындап болдық. Енді банкының қақпағын жабатын құрылғымен жақсылап су өтпейтіндей, су ақпайтындай, ауа кірмейтіндей етіп жақсылап жабыңыздар. Және осы бұрап жапқаннан кейін банкілерімізді ары-бері домалатып, аузының дұрыс жапқандығын тексеріп алыңыздар. Толықтай жақсылап жабылған сенімді болғаннан кейін осылай төңкеріп, бір түнге одеялмен орап, асықпай салқындатуға қоясыздар. Бір түн оралып тұру керек осылай төңкерілген күйінде. Мінекей қыстың күні жақсылап дәмді болып қытырлап жейтін капустамыз, яғни қырыққабатымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасаңыздар, өкінбейтін боласыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.